IT журналистика оқу курсының сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы IT журналистке қойылатын талаптар. Сабағымыздың мақсаты IT журналистке қойылатын негізгі талаптармен таныстыру, IT журналист мамандығы туралы оқушылардың білімін кеңейту. Енді өткен сабақты еске түсірейік. Журналистика дегеніміз не? Журналистика жанрларын атаңыз. Журналистика мен IT журналистиканың айырмашылықтары қандай? Жарайсыздар балалар, өткен сабақты еске түсіріп алдық. Енді бүгінгі тақырыбымызға тоқталайық. Балалар, IT журналистке қойылатын талаптар мыналар. Ақпаратты нақты әрі дәлелді жеткізе білу, өз ойын жүйелі әрі сенімді білдіру, жаңалықтың шынайылығына мән беру, қысқа әрі мазмұнды сөз таптай білу. Енді қазіргі журналистерге қойылатын талаптармен таныс болыңыздар. Қазір журналистерге қойылатын талап бұрынғыдан да қатаң. Заман ағымына сай кез келген жағдайға бейімделе алмайтын, сөзге шорқақ адам журналистика саласында табан тіреп тұра алмайды. Бәсекеге төтеп бере алатын, білікті, білімді, шебер маман ғана тұрақты қызмет ете алады. Біріншіден, таза шығармашылық талаптарға қоса, журналист жаңа техникалық құрал жабдықтармен жұмыс істей алуы керек. Екіншіден, оның денсаулығы мен психологиясы орнықты болуы шарт. Журналистің шығармашылық шеберлігі қатып қалған қағидаға байланысты қалыптасып дамымайды. Дегенмен төмендегі жайттарды ескерген абзал. Бірінші, тақырып таңдай білу. Баспасөздегі әр материал журналист қозғаған ойдың, пікірдің шынайы айғағы. Екінші, журналистің тіл шұрайлылығы логикалық жағынан дәлелді, көңілге қонымды болуы шарт. Үшінші, дерек және шындық. Шындықты айту журналистің мақсаты болғандықтан, нақты дерекке сүйеніп, шындықты бұрмаламау тиіс. Төртінші, тапқырлықтың шеберлігі. Журналист сөз етер кейіпкер өмірі, оқиғаның мазмұны мен идеясы, оқырманның қызығушылығы мен бағалануы тиіс. Енді сіздерге журналистерге қойылатын талаптар жөнінде көп мәлімет берілді. Айтылған ақпараттарды ескере отырып, әлемде болып жатқан жаңалықтарды тізбектеп жазсаңыздар.
Енді ықтимал жауаппен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Зілзаладан зардап шеккен елдер, азық-түлік бағамы, маршруттық көліктер мәселесі, су тасқыны болу қаупі бар аймақтар, ұлттық бірыңғай тестілеудегі жаңашылдықтар, жаһандық экологиялық мәселелер. Осы сынды қоғамда кездесетін тағы мәселелер журналистің назарынан тыс қалмайды. Балалар, енді сабағымызға кері байланыс орнатайық. Бүгінгі сабақтан қандай ақпарат алдыңыз? Сабақта алған ақпараттың алдағы өміріңізде пайдасы бар ма? Сабақта қай тапсырманы орындау қиындық тудырды? Сізге қиындықты жеңу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жақсы балалар, жауаптарыңыз арқылы сабақтан үлкен мәлімет алғандарыңыз байқалады. Бүгінгі сабақта IT журналистке қойылатын талаптармен таныс болдыңыздар. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Зейін қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.